Көзі суланып, жігіттік намысы жібермей, өзін әрең ұстап тұрды. Әрі қарай, әлде бір амалын табармыз, үйленеміз бе дегенді айта алмай тұрғанын түсініп, мен өзім айта бастадым. Мен бәрін түсініп, не айтқың келгенін біліп тұрмын, сондықтан мен саған жауап беруге тиістімін. Әлі 2,5 жылдай уақыт оқуым бар. Өзің айтқандай шет тілі факультеті. Сен жақсы жігітсің, маған ұнайсың. Мені өзінің соңына балапанын ертіп жүрген үйректей қорғайсың, қолдайсың. Студенттік өміріміз басталған күннен бастап бізді еркелетіп, ертіп жүрсіңдер. Ойнадық, күлдік, небір қызықты кездерді бірге өткіздік. Бірақ тап-тазамыз. Қалихан мен Дүйсенкүл достарымыздың өкінішті жағдайларынан сабақ алып, сезім жетегіне түспедік. Әпшем Розаның осы қалада оқитынын білесің, келген сайын көріп жүрсің. Және менің болашақта алдыма қойған көп армандарымды өзіңе айтып жүрмін. Сонда мен қалай тұрмысқа шығамын? Сен мені түсінесің деп сенемін. Мынадай өте асығыс, өте қысылтаяң, жауапты кезеңде жолыңа кедергі болғым келмейді. Анаңа да әрбір минут сайын күтім, аялы алақан қажет. Қаншалықты махаббат үшін күресу керек дегенмен де бәрін баспен, ақылмен шешпесе дұрыс болмайды ғой. Екеулеп тездетіп, үйде отырып, жұмыс жасауға болатын бір жақсы қыз іздейік. Өзің де заочныйға ауысуың керек шығар. Анаңыздың диагнозы белгілі, үйге қайтарған. Енді жанында болғаның дұрыс емес пе? Өзің не ойлайсың деп бетіне қарағанымда, жаным өте ақылдысың. Мен сені ешкімге қия алмай жүрмін деп, кішкентай балалар сияқты екі көзін кезек-кезек екі қолымен уқалағандай сипап жылап тұрды. Ұзақ уақыт үнсіз отырдық. Мені біресе қапсыра құшақтайды, біресе арқамнан қағып сипайды. Басын басыма жақындатады да, тіп-тіке өзімді салқында ұстап отырғанымды байқап, басын кілт көтеріп, айжан, маған енді екеуміз бірге болмаймыз. Қыз дейік дедің бе, не болып кетті дегендей бір секем ойдан селк етіп, бұрынғыдай еркін емес, жылдам бойын жинап алып, беймәлім күйге түседі. Мен оны аяп кеттім. Жай қолтықтасып отырып, басымды иығына қойдым. Қайтадан басымды көтеріп, арқасынан қағып, сен жігітсің, үйіңдегі бәріне қарайтын ер азамат екенсің. Барлық жауапкершілікті мойныңа алып, мықты болмайсың ба? Кімге сенесің? Сен бос болсаң, әкең, анаң, бауырларыңның күйі қандай болады? Жинақталуың керек қой, өмірде не болмайды? Бұдан былай екеуміз дос болып қаламыз. Саған айтар сөзім осы. Қызды педучилищенің биыл бітіретін қыздарынан қараған дұрыс шығар. 5-6 айда бітіреді ғой дедім. Сен мені қимағанмен, мен сені қимағанмен біздің айтқанымыз болмайды. Менің әкелерім діндар адамдар. Адамның тағдырын Алла тағала әу бастан пешенесіне жазып қояды деп айтып отыратын. Сондықтан сол Алла пешенемізге жазып қойған адамдар жүрген шығар. Тағы үнсіздік. Әлден уақытта тұрамыз ба, қайтайық дедім. Ол үнсіз басын изеп, орнынан әрең тұрып, қолтықтап, не құшақтап ұстауға бата алмай, білегімнен ұстап, алға жылжи берді. Осылай сәлеміміз түзу, ешқайда қыдырмай күндер өтіп жатты. Ол қайта-қайта жиілетіп ауылына, анасына барып келіп жүрді. Анасының халі нашарлап, тіпті болмаған соң демалыс алып, ауылына қайтуға мәжбүр болды. Бір күні группа студенттерінің стипендиясын алуға үлкен корпустағы бухгалтерия бөліміне келе жатқан едім. Алдымда старосты жігітке ұқсайтын біреу қырын қарап тұр екен. Өз көзіме өзім сенбей қайта-қайта қарап келе жаттым. Жақындай бергенде ол да маған қарай жүре бастады. Дәл өзі. Аң-таң болдым. Қол алысып, екі қолымнан ұстап тұрып, жай күйімді сұрады. Мен де жөн сұрасып, неғып тұрсың, жұмыспен келдің бе деп сұрадым. Сені күтіп тұрмын, сағынып кеттім. Әдейілеп осы стипендия алатын күнге сәйкес келдім. Өткенде осы 4-ші курсты бітіру емтихандарына келемін деп қысқа уақытқа демалыс сұраған едім. Келе алмайтын болып тұрмын.
Барлық тіршілік маған қарап тұр. Әкем де анама жалтақтап қарап қолы іске бармайды. Ішін бәрін біліп тұрған соң, әкем де басқамыз да анамның әрбір жарық күнді тірі өткізгеніне іштей шүкіршілік етіп, анашымның әрбір жан қалауын жасап, күн санайтын сияқтымыз. Енді демалысты ұзартуға өтініш жазуға келдім. Кім білген не боларын. Сенімен қол ұстасып, өткенде кинода көргендей махаббат маусымын бірге өткізіп, керемет өткізген бақытты балдай балалыққа толы күндерді сендермен жалғастырып, оқуды аяқтап, сенің ата-анаңның алдынан өтіп, арманға жетсек, сенің қорғаның, сенімді серігің болсам деп ойлаған едім. Бәрі басқаша болып барады. Қалай болса да сенің бақытты болғаныңды қалаймын. Тілектеспін деп демін ішіне тарта, қайта дем шығарып төмен қарап тұрды. Көзін қолымен сипап, басын көтеріп, маған қарап, шынымен Құдай бізге еш қиялымызға да келмеген тағдырды бергеніме күнде ойланамын үйде де. Басқаша жасауға амал да мүмкіндік те жоқ. Өмірдің не болып кеткенін білмей басым қатып, мең-зең болып жүрмін. Әкем мен анашымның көздеріне көзім түскенде, олардың іштей ұғынысқан аянышты кейіптеріне назар салсам, есімнен танып қала жаздаймын. Сен де үнемі ойымда тұрасың. Сағыныш та шаршатады. Сенің де осы күндерде стипендия алуға, оны қайта справкасын қайта өткізуге келетініңді білем ғой, сондықтан осылай жолығуды жоспарлаған едім. Шындығында ол да біледі. Осы корпуста оқитындықтан мен стипендия алуға келгенде бухгалтериядағы подружка болып кеткен Гуля әпшеге менімен бірге келіп, бірге қайтатын. Сондықтан да осы күнде осылай жолығуды жоспарладым деп дұрыс айтып тұр. Екеуміз бірге бухгалтерияға барып стипендияларды алып сыртқа шықтық. Мен: ал енді жұмысыңды бітіріп қайтасың ғой, үй ішіңде сені күтеді ғой. Жақсы, мен де қайттым дедім, баяу жұмсақ үнмен, көңіліне қаяу түспесін деп. Тағы да жақсы деп қолымызды қысып, өз жолыммен жүріп кеттім. Сәл жүрген кезде біреудің артымнан «Айжан» деген даусына жалт қарасам, старысы әлі орнында тұр екен. Тіпті қайда тұрғанда есінен шығып кеткен сияқты. Айқайлап: хат жазып хабарласып тұрамыз ба? Енді 2 емтихан тапсырсаңдар, сендер кетіп қаласыңдар. Қалай? Не болады? Деді. Мен қалай жауап берерімді білмей, айналадағы адамдардан ыңғайсызданып, қашан, қалай, қайдам көреміз деп жүріп кеттім. Мен тағдырымыздың қосылуы ешқандай мүмкін емес болғандықтан, босқа мазаламайын деп, старсы жігітпен хабарласпадым. Қаншама ойландым, қиналдым дегенмен де, жастық шақ ерекше қорықпайсың. Көп жағдайларда тәуекелдің жел қайығына мінесің де өте шығасың. Көктемде айы, күні толып, Дүйсенкүл жатақханада босануға жақын қалды. Екеуміз ғана. Мен жылап жүрмін. Жүгіріп 5-ші қабаттағы қыздарға хабар бердім. Бәрі жүгіріп келді. Мен Ермекбай деген Қалиханның жолдасына жедел жәрдем шақыр дедім. Жедел жәрдемде лезде жетіп келді. Дүйсенкүл де босанды. Жедел жәрдемге салып алып кетті. Артынан тамақ алып барып тұрдық. Қыздың аты Анар деп қойылды. Перзентханадан шыққан соң Дүйсенкүл бір таныс кісілердің есік алдындағы пәтерінде тұратын болып келісті. Пәтер иесіне түске дейін балаға қарап беруді де өтінді. Күндер, айлар өтіп жатыр. Нағыз арпалыс енді басталды. Бала қозғала бастады. Тыным көрмейді. Дүйсенкүл шаршап, мойны қылқиып азып барады. Енді түстен кейін күнара мен де келіп көмектесіп жүрдім. Мен де шаршап құлай бастадым. Көктемде екеуміз де көтерем қойлар сияқты теңселіп, көктемнен әрең шықтық. Бірақ ешкімге ештеңе айтпаймыз. Олар да сұрамайды. Әркім өзімен өзі. Алда жазғы сынақтар. Тырмысып, оқудан келе жатып, бара жатып, бір-бірімізге француз тілінде сұрақтар қойып, жауап беріп, ауызша жаттығып, екеуміз де бәрінен жақсы тапсырдық. Отырып дайындалуға уақыт болмағансын, осылай тіке жүріп, баланы көтеріп тұрып дайындалдық. Бізге
пәк сәбидің сауабы да тиген шығар.